Шымкент қаласынан басқа қалаға кетпей-ақ көтерілуге болады деген сөзді дәлелдеп жүрген миллион Шымкент. Кетпіз ғой. Амандық бізден, саулық сіздерден болсын. Ассалаумағалейкум. Қымбат достар, не деген жайдарман негіз бар ғой жігіттер. Андай дауысы мыңқылдап тұрған жоқ па, насып етіп алған адам сияқты. На микрофон берші. Нормально. Біздің жайдарман негіз өте қатты дамып баратыр. Ой, дамығаны сол залымыз кішірейгенмен жайдарманымыз дамып баратыр біздің. Баяғыда Шымкенттің өзіміздің ғана командалар ойнайтын ек қой. Қазір Алматыдан келіп командалар ойнап. Алматыдан? Қойшы, Алматыдан келдім. Не болды, әшіне? Не, ол бір қарқып келді дейсің ба? Алматыға барды, өскен жоқ, өнген жоқ, ана Ғанидың сақалы ғана шыққан болды. Ғани? Ғани дегені бар. Кім ол? Жүр ғой, бойы мұрты бір бәле қарқып. Қара, Шымкенттен шыққан бәрі. Өзге елде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан болды дейді. Анеқа сұлтан болам деп барды да, сұлтан болмады, ұлтан болмады, келді. Соңғы ебе. Ғани ғой әкеп отқан Ғани. Ғани. Қайсы ол Ғани? Танымай кеткен, рәбәті жаман бәлеші арасында жүрген, Әзірбайжан құсаған. Мыртық. Қайсы ол? Басы жалпақ, басы. Әтті жаманша үлкен. Ол өз адам ба өзі? Басына темір тостақ киіп жүретін, құрбақа сияқты жасыл шалбар киіп алған. Танымадым жеді, кім? Тентек адам сонша Марат ағаны влажнеймен аяқ беріп жатыр еді ғой арт жақта. Ғани шығасашы берге көрсете ұстайды. Қойса, Ғани шығасашы, пани керек емес ондай. Одан да өзіміз туралы айтайық, не басындар оны? Қара, Шымкентте жүріп ақ жездуға түсірдік дұрыс па? Өсіп өндік Аллаға шүкір дұрыс па? Анаяқа барды не істеді? Мысалға мен өзім ертең, күн ертең әкеме көлік сыйлайын деп жатыр. Ой, тамаша. Не деген? Міне. Керемет, е? Молодец. Нағыз үлгі өнеге. Бізге айтқан жоқсың ғой. Айтам кейін. Ертең сыйлайын деп жатыр, мен бір проблемасы болып тұрды оның. Не проблема? Праваң жоқ па? Айтшы, ағалар отырмын, айтамын проблема шешеміз ғой. Документ тура емес па? Ақша, права, бәрі бар. Просто ертең оны апарсам, сонша ақшаға алдым ғой ана машинаны. Ертең апарсам, оны қарттар үйіне кіргізе ма? Ой, несін апарасын, оны аляға өткізіп тастайтын болсаң, Мансар, вообще ұятсыз екенсің. Ұялмайсың ба нерде? Жастар отыр нерде, қандай үлгі өнеге көрсетеді? Мен білдім осылардың өсті, жамырап кететінше, әдіп. Бірінші біліп асыңдашы, не болып жатыр? Менің әкем сол қарттар үйінде күзетші охрана болып істейді. Жұмыс істей ма? Жанымыз қалмады. Понедельниктен субботаға дейін істейді сол жақта. Әкеме айттым мен, ақыры понедельниктен субботаға істеп жатырсыз, бір күннің арысында берісіне, жексенбіде сөшті бола берсеңіз істеп жатырмын да, тамақ тегін. Почти жатыр екен да, я. Жаңа не деп қалдыңдар ғой, қалаулым деп қалдыңдар ғой, енді қалаулым туралы айтты. Қалаулым? Сен кәдімгі, Олжас Мамырқұсов айда жібереді екенсің байқамаса. Қалаулым деген әңгіме болған жоқ қой берді. Ешқандай болған жоқ әңгіме. Қалаулым деген әңгіме. Ешкім айт. Сен айтайын деп қалған сияқты болдың ғой жаңа. Жоқ, сен анау арт жақта жаңа тағаяғылармен бір қалаулымда ойнайтын бір қыз ойнап жүр, соны көріп қалдың да, сонымен есіңе түсіп жатқан шығар, миың ашып. Қалаулымның қыздары жайдарманда жүр ма? Иә, ойнадық нерде, қып-қызы, құтырған қызыл кетті деп әйтеуір бәріміз көзіміздің жауынын алып. Я Марат ағалар бір дәрет ақ бел сыртқа бар. Не деп адамдар не деп сонша жыл қалаулым жамандадық дұрыс па? Енді кеп қалаулымдікілер жайдарманға келген. Сұмдық қой. Ят қол, не құлдырау ма, не ол? Енді ол Мансар өйерде енді біздің тағай ағамыз әкеп отқаннан кейін пәлен демай отырмыз. Ағаға тіл тиіп кете ма дейміз. Не істейсің, ініміз болғаннан кейін көнесің. Тәкең әкепеген ба? Сол кісі ғой әкеп отқан. Тәкеңе звондайын да. Мүмкін сондайлар жинап алатын болды сол кісі әйтеуір. Алло, Тәке, қандайсың Тамыр? Тамыр, анау сен қалаулымнан әкелген қыздың қалаулымнан кетіп қалғанына 6 ай болған екен. Енді сен оны ақыр не қылатын болсаң, некеңді қиғын Тамыр. Сөйтіп қой сойып бізді шақырғың. Мақыл ма? Не айтып жатыр? Некеңді қи, бекеңді қи деп 6 ай болды деп. Не айтып жатсың қой? Ей, сон ай жамал тиштірсе.
Сондай ғой, екі жас бір-бірін 6 ай көрмесе некесін қияды. Өздерімен Динара да жүр ғой, Диана да жүр ғой. Ой, ашына ол екеу үйленген ғой, ол екеу қимайды ғой. Далбан, не айтып тұрсың әрдеңені, анан айт, мынаны айт. Болмайтын нәрсені айтып, пашырлатып тастайды да қазір. Не ағыл, не істеп жатсыңдар? Мейірмат етті. Қалауымды айт, қай қалауымды айт, қай қыз айтып жатсың сен? Ой, танымаймын, Назерке дейма, сол жүр екен ғой, арчақта бәріңіз уайым болып жатыр. Кім? Қайсы ол Назер? Білмеймін айтыр, қалауымның 3-ші сезонына келген екен ғой. О танымайды деген міне Бердақпен жүрген дейма. Түрі О қандай жүда түрі? білмеймін мен оны. Кейін үміткер болып, кейін сырласу бөлмесіне кетіп, Қайсысын айтып жатсың сен? танымай бер болады, о кетіп қалған ба сондай. Жоқ, түрі қандай? Түрін Түрін айтшы. айтсай, түрін айтсай. Қане шығаса жебер кет. Рахмет, жақсы қолдап отырайық. Ату бізге ағайын емес достар. Кетті! Сонымен тамашалаймыз. Өте сабырлы милиция. Алло. Иә, саламатсыз ба? Қараңғы көшеде 5 жігіт сізді қоршап тұр, тапанша, пышақ бар, қолдарында. Сізге ішіңізге кіріп қойды ма пышақтар уже? Қанша жерден пышақтады? Қай көше, білесіз ба? Иә, алло. Ішіңізге уже қан ағып жатыр, сіздің, жан тапсырып жатыр. Алло. Осы адамдар түсінбеймін бар ғой, сөйлемейді, қоймайды. Сонымен тамашалаймыз. Екі ғашық кинотеатрда бір қызығы билетті екеуі екі жерден алып қойыпты. Считать нас идиотами. Мы не первый раз идем на столицу. А что? Өзің бара салың керек еді билетке. Что говорить о Я русских? Они сасқалақтап просто жүріп екі жерін алып қойып. И все-таки я вам советую. Амал жаған көре берейік. Сколько их сейчас в стране? Чуть меньше 200. Жұмыстан шыққаннан кейін бір шаршап, бір жақсылап бір дем алып, Вы хотите кино что пара тысяч наших бір кино көріп, басымды сәлін иығына қойып, дем алып отырам ба деп едім, ол да болмады ғой. Андай, ыңғайсыз болып тұр ғой. Экран берді сол. Андай, бір түрлеген етейін десем. Шең. Билетті екі жерін алып қойған екен да. Қызыңмен ба? Соны орын алсайын десем ыңғайсызданып тұрмын да. Сіздің бүйтіп иығыңыз қалса басын қойып көрсе бола ма киноны? Қызыңыз ба? Кішкене. Попкорндағы бала микрофонға келді. Қойған кезде істемеген ба? Нормально ма жан? Күшті, рахмет жаным. Сенің қолыңнан сипалап, бір жақсылап кино көрсем ба дедім, ол да болмады ше. Қоя берші. Жоқ, бұл Жаңа қолымды ұстап отырсам деп, постоянно ұстап отырады да, қолым кино алған кезде ше. Сол сіздің қолыңызды ұстап отырса бола ма? Айып ше. окажет нам помощь. Как дела? Иә, жан, күшті. Попкорн әкесін деп отыр. Попкорн әкеш бар. Ондар, давай, не болды? Рахмет, сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен келесі YouTube-тан түсетін ақшаға жайдарманға микрофон аламыз деп шешкен Миллион командасы. Рахмет!
eski huy bulmaz.